Уақыт шіркін бір орнында тұрған ба? Күні кеше ғана бірімізге Асқартау әке, адалы жар, қимас бауыр, ардақты ата болған Қожақұл ұлы Мамыт әкемізден мәңгіге айырылғалы да жылдың жүзі сынаптай сырғап өте шығыпты. Саналы ғұмырын елге қызмет етуге сарп етіп, қаржы саласында абыройлы еңбек еткен әкеміз артында өзіндік соқпақ, дара із қалдырды. Өнегелі ғұмырымен өзінен кейінгілерге үлгі болды. Қожақұл ұлы Мамыт 1941 жылы 30 мамыр күні Түлкібас ауданы Дауан ауылында дүниеге келді. Балдай тәтті балалық шағы сұрапыл соғыс жылдарымен, қиын-қыстау шақпен тұспа-тұс келсе де, білімге құмар жас талапкер 1975 жылы Алматы қаласындағы Халық шаруашылығы институтының экономист мамандығын алып шығады. Қаржы саласының қыр-сырын жетік меңгерген әкеміз 28 жыл бойы Түлкібас ауданының КРУ, яғни Комитет ревизионға управлениеде ревизор болып қызмет етті. Мағыналы ғұмырында маслихаттың алғашқы депутаты болып сайланып, мінберлерде елдің мұңын мұңдап, жоғын жоқтады. Осы жылдары аудандық маслихаттың тексеру комиссиясының төрағасы болып бекітілді. Ал бұған дейін қаржы бөлімінде аға тексеруші болды. Аудандық қаржы бақылау бөлімінің басшысы қызметтерінде дақ түсірмей атқарды. Аудан әкімдігінде ашылған шағын несие үкіметтік емес қоғамдық қорының төрағасы болып 6 жыл қызмет етті. Қаржы, экономика саласына сіңірген өлшеусіз еңбегі елеусіз қалмай, аудандық, облыстық мақтау қағаздарымен марапатталды. Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқарудың дамуы мен қалыптасуына қосқан елеулі үлесі үшін Қазақстан мәслихатына 25 жыл мерекелік медалімен наградталды. Ұжымда беделді, білікті, қадірлі бола білген әкеміз адамзаттың бәрін бірдей көретін ерекше мейірімді жүректің иесі болды. Бөле жаруды білмейтін көңілі таза ардагеріміз көптің есінде, алғыс сөзінде жүретіні анық. Кіндігінен өрбіген 5 перзентін анамыз екеуі темірдей тәртіптің шеңберінен шығармай, саналы тәлім тәрбие беріп ержеткізді. Бәрінің жоғары білім алуына ықпал жасады. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, 17 немере сүйіп, бір әулеттің қазыналы қарты батагой қариясы болып жүруші еді. Әкеміз мағыналыда мәнді өмір сүріп, 83 жасында Раббысына қайтты. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннетті болсын деп дұға тілек арнаймыз. Нұрлы бейнесін жүректерде сақтаймыз.